Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз әр видео түсірген сайын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп амандасып жатамыз. Бұл біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сай сәлемді таратудың әрекеті. Сондықтан жалпы енді қазақта бізде келген қонақ кірген кезде амандасады. Сол үшін тек қана амандасу, көріскен кезде амандасу ретінде қалыптасып қалған ғой. А негізі сүннет бойынша сәлемді көбейту адамдардың арасында бір-біріне деген мейірімді күшейтеді дейді. Оның үстінде сәлемнің мағынасы да өте зор. Сізге әрдайым жақсылық тілеп, Аллахтың игілігін, Аллахтың берекетін, амандығын тілеп тұрған адам, ол қандай жамандық ойлайсыз сізге? Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер. Сондай-ақ біз көп жерде айтылған кезде бір жақта айтылып жатады, мына тұрып су ішуге болмайды деп. Негізі болмайды деген нәрсе жоқ. Тұрып ішуге де болады. Егер де отыруға мүмкіндігіңіз болса, отырып ішіңіз. Ал егер отыруға мүмкіндігіңіз болмаса, тұрып іше беруге болады. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның күйеу баласы Әли радиаллаху анху бір күні өзі тұрып су ішіп тұрған кезде, біреулер қасына келіп оған қарап тұрған кезде Әли радиаллаху анху айтады: сендер маған таңғалып қарап тұрған шығарсыңдар, неге тұрып су ішіп тұр деп. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өзі тұрып су ішкенін көргем дейді. Сондықтан тұрып су ішуде ешқандай мәселе жоқ, тек жағдаятқа байланысты қараңыздар. Аллах тағала баршаңыздың құлшылық ниеттеріңізді, дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Аман болайық, денсаулықтарыңыз зор болсын. Аллах тағала берекесін жаудырсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.